Тәуелсіздік. Қасиет пен киеге тұнған бір ғана асыл сөзде қаншама тарих, ата-бабаларымыздың ар-намысы, еркіндік аңсаған халықтың үні, ұлттың тілі жатыр. Тәуелсіздік сөзін айтарда тарихқа тағзым етпей кетпеуіміз керек. Еліміздің тәуелсіздігі қалай келді? Ашының дәмін татпасақ, тәттіні қалай білеміз? Еліміздің егемендігі бекем, тұғырымыз биік болған болса, оның бірден-бір себепкері біздің батырларымыздың арқасы деп білеміз. Елі өмірі елге үлгі болған, өзіміздің жерлесіміз Балқаш қаласының тумасы Әуезұлы Желе. Ағамыз ұлты үшін, діні мен тілі үшін, елі мен жері үшін, ұлтының ар-намысы үшін басын қатерге тіккен азамат. Бейбіт шеру оның ешкімнің мақсаты болған жоқ. Сол жерде сол төңкеріс жасап, сол әлемді шошытып отқан кеңестер одағын, Совет одағын төңкеріп тастайық деген ешкім. Өйткені бәріміз де сол кезде студентпіз, бәріміз де комсомолдың қатарындамыз, бәріміз де сол Совет одағының заңымен жүрген адамдармыз. Тек қана іштегі күйік болғаны, неге ол қазақстандық болмады азамат? Неге сонда осынша 25 жыл қызметте отқан Қонаев ағамыз артына өзіне бір ізбасары қалмады ма? Неге бізде сол кезде 16-19 облыс бола тұрып, сол облыстың ішінде бір сондай елді билейтін бір азамат шықпады ма деген күйік, ол сондай намыс. Көтеріліске айналдырып, оның артын қырғынға ұшыратқан сол кездегі үкімет. Сол кездегі үкімет әскермен кірді, олар қарусыз бізге қарумен шықты, артында қаншама адамдар қайтыс болды. Қазір біздің белгілі білетініміз 4 адам ғана. Бірақ ол тұлған бүгінгі шейін жасырын. Олардың бәрін із-түзсіз жоғалды дейді. Із-түзсіз жоғалды деген сөз ол жоқ. 33 жыл болды, жоқ ешқайсысынан хабар. Яғни олар қайда? Олар мерт болды. Білімнен емес, өзі бәрі мінезден пайда болады. Сол кезде бізді соттап жатқан кезде мысалы маған 5 жыл берді. Мен жарайды, 20-дағы азаматпын ол жерде. Өзім жауап беремін. Мен елім үшін кетіп бара жатырмын. Мен өзім жауап беретін жастағы азаматпын ол кезде. Жасым 20-да болады. Ал сондай қаншама азаматтар сондай қиындық көрді. Оқудан шығып қалғандар қайтадан оқуға бара алмады. Біз қайтадан ақталып жаңағы отырған жылдарымызға компенсация сұраған кезде соның өзімізге бере алмады. Үйен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүрегі көлге пана болмайды. Өз болсадан бұл жердің тауы қыры белесі босағасын басқаға тастайды екен егесі қара бауыр қасқалдаға кері қай сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңіл Желтоқсан көтерілісі ұлттық рухани қуатын, елдік пен ерліктің мұратын танытқан көтеріліс. Қаншама қызғалдақтай қиылған қысқа ғұмыр. Қайсар ұлдардың қанымен келген, желтоқсанның алғашқы қарымен келген, ананың зарымен келген, халқының мұнымен келген, осындай қиындықтың бәрімен келген еркіндік. Кешегі тәуелділіктен елін аман сақтап қалған жастар бүгін тәуелсіз елдің құрметпен аталатын ұлы тұлғалары. Тарихымызға өшпес із қалдырған ұлы перзенті.